Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сіздермен үйренетін тақырыбымыз аралас сандарды азайту. Сабағымыздың мақсаты бөлімдері бірдей аралас сандарды азайту және бөлімдері әртүрлі аралас сандарды азайтуды үйренетін боласыңдар. Бірінші ереже: бөлімдері бірдей аралас сандарды азайту үшін бірінші олардың бүтін бөліктерінің айырмасын табамыз. Екінші, бөлшек бөліктерінің айырмасын табамыз. Үшінші, бүтін бөліктердің айырмасы мен бөлшек бөліктерінің айырмасының қосып аралас сан түрінде жазамыз. Мысал қарастырайық. 4,5-тен 4-тен 2,5-тен 3-ті азайту керек. Ол үшін бүтін бөлігінен бүтін бөлігін азайтамыз, 4-тен 2-ні. Бөлшек бөлігінен бөлшек бөлігін азайтамыз, 5-тен 4-тен 5-тен 3-ті азайтамыз. Жауап 2,5-тен 1 болады. Міне, құрметті оқушылар, бөлімдері бірдей болған жағдайда аралас сандарды осылайша азайтуға болады. Ескерту: егер азайғыш аралас санның бөлшек бөлігі азайтқыш аралас санның бөлшек бөлігінен кіші болса, онда азайғыштың бүтін бөлігіне бір бүтінді алып, оны бөлшек түрінде жазу керек. Мысалы, 4,6-дан 1 деген азайғыш болатын болса, соның бір бүтінін жіктеуді үйренейік. 4-ті 3 қосу 1 деп жазуға болады. Сол 1 деген санды 6-дан 6 деп бөлшек түрінде жазамыз. Балалар, не үшін 6-дан 6? Себебі 4,6-дан 1-дің бөлшек бөлігінің бөлімінде 6 тұр. Сондықтан да бұны бөлімдері бірдей болу үшін 6-дан 6 деп жазамыз. Сонымен 4,6-дан 1 деген аралас санды бір бүтінді алып бөлшек түрінде жазғаннан кейін, ол 3 қосу 6-дан 6, қосу 6-дан 1 түріне келді. Енді бөлшек бөлігімен бір бүтіннің жіктелгенін қосатын болса, 6-тан 6-ға 6-тан 1-ді қосатын болсақ, 6-тан 7 болады. Сонда бұл 3,6-тан 7 болады. Сонымен 4,6-тан 1 деген аралас санның бір бүтінін алып бөлшек түрінде жазсақ, 3,6-тан 7 деген бұрыс аралас сан түрінде жазылады. Енді мысал қарастырайық. Балалар, 4,6-тан 1-ден 2,6-тан 5-ті азайту керек. 6-дан 1, 6-дан 5-тен кіші. Бұны азайтуға болмайды. Сондықтан да 4-тің бір бүтінін жіктеп, 3,6-тан 7 түрінде жазып, бірінші ережеде үйренгеніміздей бүтін бөлігінен бүтін бөлігін, бөлшек бөлігінен бөлшек бөлігін азайтудың орнында шыққан сандарды қосамыз. 3-тен 2-ні азайтсам 1, 6-тан 7-тен 6-тан 5-ті азайтсам 6-тан 2 болады. Жауап 1,6-тан 2. Бұл қысқаратын бөлшек болғандықтан алымында бөлімінде 2-ге қысқартамыз. Сонда жауап 1,3-тен 1 болады. Міне, құрметті оқушылар, бұл бөлімдері бірдей аралас сандарды азайтуға мысалдар және оның ережесі. Екінші ереже: бөлімдері әртүрлі аралас сандарды азайту үшін. Бірінші, аралас сандардың бөлшек бөлімдерін ең кіші ортақ бөлімге келтіру керек. Екінші, бөлімдері бірдей аралас сандарды азайту керек. Мысал қарастырайық. 5,4-тен 3-тен 4,3-тен 1-ді азайту керек. Бұларға ортақ бөлім 12. Бірінші бөлшектің тоқтауыш көбейткіші 3. Себебі 12-ні 4-ке бөлсем 3 болады. Екінші бөлшектің тоқтауыш көбейткіші 4. Себебі 12-ні 3-ке бөлсем 4 болады. Сонда осы тоқтауыш көбейткіштерді көбейткеннен кейін біздің аралас сандарымыз 5,12-ден 9 азайту 4,12-ден 4 түріне келеді. Енді бірінші ережеде үйренгеніміздей, бұл бөлімдері бірдей аралас сандарды азайту бойынша азайтуға болады. 5-тен 4 азайтсам 1, 12-ден 9-ға 12-ден 4 азайтсам 12-ден 5. Жауап 1,12-ден 5 болады. Үшінші мысалды қарастырайық. 8,5-тен 1-ден 3,9-дан 4-ті азайту керек. Ереже бойынша бөлшек бөліктерін ортақ бөлімге келтіреміз. 5 пен 9-ға ең кіші ортақ еселі 45. Сонда бірінші бөлшекке тоқтауыш көбейткіш 9, екінші бөлшекке тоқтауыш көбейткіш 5. Көбейтетін болсақ, 8,45-тен 9 және азайту 3,45-тен 20. Сонда
45-тен 9-дан 45-тен 20-ны азайтуға болмайды. Сондықтан 8,45-тен 9-дың 1/бүтінін бөлшек түрінде жазамыз. 7,45-тен 45 деп жазамыз. 45-ке бөлшек бөлігіндегі 9-ды қосатын болсақ, 45-тен 54 болады. Сонда 7,45-тен 54-тен 3,45-тен 20-ны азайтатын болсам, 4,45-тен 34 болады. Мынау үшінші мысалымыз, азайғыштың бөлшек бөлімі азайтқыштың бөлшек бөлігінен кіші болған жағдайда 1 бүтінді бөлшек түрінде жазу арқылы азайту болды.